Уильям бірінші тарихта өшпес із қалдырып, өз заманының ең ықпалды билеушілерінің біріне айналды. Англияны сәтті жаулап алғаннан кейін, король өзінің билігін нығайтуға және патшалықты жаңғыртуға көмектескен өршіл реформалар бағдарламасын бастады. Уильям біріншінің басты жетістіктерінің бірі ағылшын жерлерін біріктіретін және корольге елді тиімдірек басқаруға мүмкіндік беретін қауымдар палатасының құрылуы болды. Қауымдар палатасы ағылшын құқығы мен сот жүйесінің дамуына негіз болды. Сонымен қатар феодалдарға бақылауды күшейтуге ықпал етті. Уильям бірінші де өз патшалығының діни және моральдық негізін нығайтуға ұмтылып, шіркеуді белсенді түрде қолдады. Ол діни жоралғыларды орындауды қатандық пен католиктік моральдық қоғамға енгізуге шақырды. Патша тіпті шіркеулік мұраттарын насихаттау үшін бірнеше монастырьлар мен шіркеулер құрды. Алайда, өзінің жетістіктеріне қарамастан, бірінші Вильгельм дворяндар мен халықтың қарсылығына тап болды. Көптеген жаңа нормандық ережелерді қабылдамай, корольді заңды билеуші емес, жаулап алушы деп санады. Бұл Уильям бірінші күшпен басуға мәжбүр болған бірнеше көтерілістер мен қақтығыстарға әкелді. Оның билігі Англия мен Еуропа тарихында бетбұрысты кезең болды. Саяси, құқықтық және мәдени салаларда терең із қалдырды. Вильгельм бірінші ұлт тағдырын өзгертуге қабілетті күшті және жігерлі билеушінің символына айналды. Оның есімі ұрпақтар жадында сақталады, өйткені ол өз дәуірінің ең көрнекті билеушілерінің бірі болды. Вильгельмнің әкесі Нормандия герцогы Роберт Эбелес, анасы тері өңдеуші Герлефтің қызы. Ол ешқашан заңда ел болмады. Вильгельмнің әкесі оны Виконт Эрлуин де Кантавильге үйлендірді. Осыған байланысты Вильгельм бейбақ деген лақап атқа ие болды. 1035 жылы Уильямның әкесі қасиетті жерді аралап жүріп қайтыс болды. Басқа заңды үміткерлер болмағандықтан 8 жасар Уильям Нормандия герцогы болды. Вильгельм 15 жасынан бастап өзінің феодалдармен және үстем қожасы король Генрих біріншімен үнемі соғысты. 1060 жылдардың басында ол өзінің герцогтігімен іргелес орналасқан француз Мен графтығын басып алды. Бірақ Францияда Вильгельмге тар болды. Вильгельмнің ата-бабалары викингтер көптен бері іздеген Ұлыбританияға назар аударды. Анда конфессор Эдвард басқарады. Конфессор Эдвард шамамен 1003 және 1066 жылдар аралығында өмір сүрді. Англияның соңғыдан кейінгі англо-саксон королі болды және ағылшын тағындағы Вессекс әулетінің соңғы өкілі болды. Эдвард Уильямның алыс туысы болды және өзінің тағын Нормандия герцогіне өсиет етіп қалдырғандай болды. 1066 жылы Эдвард қайтыс болды және қайтыс болғанға дейін билікті Вессекс графы Гарольд II Годвинсонға берді. Оның үстіне билікті беру Виттенгемот халық жиналысының келісімінсіз жүзеге асырылды. Гарольд II Годвинсон шамамен 1022-1066 жылдар арасында өмір сүрді. Гастингс шайқасында қайтыс болған Англияның соңғы англо-саксон королі болды. Вильгельм Рим папасы Александр II-ның қолдауына ие болды. Ол Гарольдты діннен шығарды. Уильям өзінің туының астына 7000 норман рыцарьларын жинай алды. 250 кеме құрастырды. 1066 жылы 27 қыркүйекте Нормандия герцогы Уильямның әскері Англияны жаулап алу ретінде тарихта қалатын саяхатқа аттанды. Сомманың сағасында кемелерге мініп, Ла-Маншты кесіп өткен нормандықтар Певенси қаласының маңындағы ағылшын жағалауына қонды. Бұл олардың аралда болу жолындағы алғашқы қадам ғана болды. Герцогтың келесі қадамы өз әскерлерін Мотен Бейли деп аталатын ағаш қамал салынған Хастингске көшіру болды. Уильям, король Гарольд басқарған ағылшын әскері сол кезде елдің солтүстігінде норвегиялық шапқыншылыққа тойтарыс беріп жатқанын білді. Осы ақпаратты пайдалана отырып, герцог ағылшын әскерінің жақындағанын күтіп, шайқасқа дайындалуды ұйғарды. Бұл уақытта король Гарольд нормандықтарын десант алғанын біліп, округтерде жиналып жатқан күшейтуді күтпей, оңтүстікке қарай асығады. Бұл оның тарапынан қауіпті қадам болды, бірақ Гарольд өзінің еліне нормандық басып кіруіне жол бермеуге батыл және шешім қабылдады. Ол англо-саксондық әскерімен Йорктан Хастингске дейінгі қашықтықты таңғаларлық қысқа 9 күнде жүріп өтті және 13 қазанда олар Уильямның позициясына жақындады. 1066 жылы 14 қазанда таңертең нормандық әскерлер англо-саксондарға шабуыл жасады және Англия тарихындағы ең қатыгез шайқастардың бірі Хастингс шайқасы басталды.
Екі жақта қатты шайқасты, бірақ нормандықтар күштірек болды және англосаксондық әскерді жеңді. Бұл шайқаста король Галит өлтірілді. Бұл Уильямның соңғы жеңісіне әкелді. Жаулап алушы Вильгельмнің Англияны жаулап алуы аралдың тарихы үшін үлкен зардаптарға әкелді. Нормандық ықпал өмірдің барлық салаларына, соның ішінде тіл, мәдениет және саясатқа еніп кетті. Бұл Англия тарихында бүгінгі күнге дейін жалғасып келе жатқан жаңа дәуірдің басы болды. Қоршаудан кейін Лондон Уильямға берілді. Онда Уильям Тауэр бекінісін құрды. Вильгельм тағы 5 жыл бойы англосаксондық дворяндардың көтерілістерін басып тастады. Нәтижесінде солтүстік Англияның аудандары қирап қалды. Бірақ Уэльс пен Шотландия Уильямға тәуелсіз болды. Олар Уильям бірінші мұрагерлерінің бас ауруына айналады. Вильгельм мемлекеттік реформалар жүргізді. Орта ғасырлық Еуропада алғаш рет Қиямет күні кітабында жинақталған жалпы халық санағы жүргізілді. Вильгельмде 2,5 миллион субъекті болғаны белгілі болды. Бұл субъектілердің барлығы нормандық рыцарьлар арасында бөлінген. Олар бірден байып кетті, бірақ сарайларды тек патшаның рұқсатынан кейін ғана салуға рұқсат етілді. Сондай-ақ шаруалар, бас жерлер, барондар тірі кезінде уақытша иелікке ғана берілді. Уильям 1087 жылы жауынгерлік өліммен қайтыс болды. Француз королі Филипп біріншімен кезекті қақтығыс кезінде. Өрттен өтіп бара жатқан патша жылқысы ыстық көмірді басып, құлап, Вильгельмді асқазанынан жарады. Ердің мүйізі іш қуысын зақымдады. 1087 жылы 9 қыркүйекте жаулап алушы Вильгельм 59-60 жасында Руанға жақын жердегі Сен-Жерве монастырында қайтыс болды. Бұл Википедияға сәйкес. Уильям бірінші жаулап алушының болашақ ғасыр билеушілеріне берген кеңесі: болашақты болжаудың ең жақсы жолы оны өзіңіз жасау.